Біз Оразмағамбет Тұрманбетұлы атындағы Маңғыстау техникалық индустриалдық колледжінің студенттеріміз. Бүгінгі біздің тақырып смарт жылыжай. Топ тренер Тоғызбаева Гүлай. Менің аты-жөнім Түркменбаев Серік. Мен Ақназаров Темірлан. Мен Тұрсынғалиев Ертай. Тақырыпқа тоқталатын болсақ, біздің бизнес идеямыз смарт жылыжай. Кәсіпкерлік қызметтің ең алғашқы ол бизнес жоспар саналады. Жылыжай жыл сүйетін өсімдіктер мен жеміс-жидектерді және басқа да өсімдіктерді жыл бойы өсіруге мүмкіндік беретін қорғалған жылытылатын құрылыс. Біздің жылыжай экзотикалық жемістерді өсірумен айналысатын болады. Сауда желілерінде, қоғамдық тамақтанатын орталықтарда қазір осындай жеміс-жидектерді қажеттілігін сездіреді. Тұрақты жұмыс істейтін жылыжай шаруашылығы жыл бойы табыс әкеліп тұруға мүмкіндік береді. Рентабелділік жоғары, өтелімділік жылдам, рентабелділік жақсы, және бұл жылыжай шаруашылығының барлық артықшылықтары емес. Тұрақты сегменттерге қарапайым халық, кәсіпорындар және кәсіпкерлер келеді. Өзара әрекеттесу арнаулы қазіргі нарықта маркетингтік орны ерекше. Сондықтан біз экзотикалық жемістерді өндіру өнеркәсіптерінің артықшылықтарын айтамыз. Визиткалар жасайтын боламыз және де сонымен қатар баннер дайындаймыз. Әлеуметтік желілерде, сайттарда инста парақшамызды ашып, өнімдерімізді суретке түсіріп жүктеп, жазылушыларымызға жеңілдік туралы хабарлап айтып отырамыз. Төртінші, клиенттермен қарым-қатынас. Яғни клиенттерге қоңырау шалу, тапсырыс қабылдау және жоғары сапада қызмет көрсету. Клиенттердің қолма-қол ақша және карточкалар арқылы ақшаны қабылдау. Қала ішінде жарты сағатта, яғни тез арада жеткізу. Тапсырысты үйіне дейін апарып беру. Бұның барлық клиенттермен қарым-қатынас орнатуға жатады. Және бесінші, кіріс ағыны. Бұл бөлімде жиынтық түрде сату көлемінің болжамдары келтірілген. Банк кредиттер бойынша пайыздарды төлеуді қоса алғанда шығындардың құрамы мен құрылымы, өнімді сатуда түскен табыс мөлшері және қаржылық нәтиже ретінде пайда мөлшері. Таза пайда 13.962.356 теңгені құрады. Алтыншы, негізгі ресурстар. Бұнда біз көріп тұрғанымыздай экзотикалық жемістер, яғни біздің өсіретін киви, құлпынай және де қарбыз. Бұның барлығы экзотикалық адамдарға керек өсімдіктер, жеміс-жидектер. Біз бұны жылдың 4 мезгілі бойы адамдарды осымен қамтамасыз ететін боламыз. Негізгі әрекеттер. Менің өнімдерім сапалы өнімдерден дайындалады. Бағасы да қолжетімді, бәсекелестікке қабілетті мол. Қаламызда клиенттердің сұранысын қамтамасыз етуге атсалысады. Облыс бойынша жемістердің облыс бойынша бағаның тиімділігі, негізгі серіктестер, халық сауда-саттық орындары және кәсіпкерлер. Шығындар құрылымы, экзотикалық жемістердің өзіндік құнын есептеу, экономикалық элементтер бойынша топтастырылған негізгі шығыстар және шығыстар баптарына материалдық шығындар, еңбекақы төлеу шығындары, әлеуметтік аударымдар, амортизация және үстеме шығыстар жатады.